достар, біз бүгін Барс аренадамыз. Әдеттегідей Барс өз үйінде ойын өткізеді. Құрлық хоккей лигасы Новосибирсктің Сібір командасына қарсы ойын болады. Және бүгін ерекше блок болмақ. Тек қана ойынды ғана тамашалап қоймай, бүгін осы қазақ спортының жанашыры, қазақ спортында танымал комментатор, спорт журналисті, жалпы енді бір сөзбен айтқанда, сол қазақ спортының жанашыры деп айтуға болады. Олжас Байбосын ағамызды шақырдық. Сол кісімен бірге ойын тамашалаймыз, сол кісінің эмоциясын көреміз, жалпы хоккей жайлы пікір білгіміз келіп отыр. Бізбен бірге болыңыздар. Мінеке, Олжекен келген екен, қазір күтіп алуға бара жатырмын. Міне кіріп жатыр екен өзі. Олжеке, ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Қалайсыз? Жағдайыңыз қалай? Шүкір, керемет бәрі. Мынау сізге? Бейджик. Бірден тағып алыңыз, болмаса бұнымен кіргізбейді. Әрине де. Аккредитация өте сапалы екен. Көрініп тұр. Көрдіңіздер мына жерде қалай істелген. Бірінші рет көрдім осындай аккредитация. Енді ойынға дайын келе жатсыз ғой, Ойынға дайын келе жатырмын. Мен Барс хоккей клубының ойынына келмегелі біраз болды. Негізі 2 жыл бұрын, осыдан 3 жыл бұрын мүмкін есімде жоқ. 2 маусым қатарынан хоккей жүргізгем. Содан кейін осы Барс аренаға келіп тұрмын бірінші. Жалпы білесіз кіммен ойнайын деп жатқан? Сібір хоккей командасына қарсы ойын өткізеді. Енді Барс жеңеді деп отырмыз енді. Кеттік онда енді ішін аралап сізге көрсетейін барлығын. Бүгін енді Барстың ойынына Олжекең ешқандай несіз келіпсіз, жерсе, шарпсыз. Ондай жоқ енді естігем, тек қана осы Барстың официальный дүкенінде ғана сатылады деп ондай жоқ. Қазір енді ресми дүкеніне келіп, Олжеке сізге менен бір сыйлық болсын, келгенде рахмет деп бір шарф алайық па? Оригинал шарф алайық. Оригинал шарф. Оригинал жігіттерге оригинал шарф. Барс деген мына ойыншық негізі, біле білсеңіздер. Сосын хоккейді команда бұна. Сосын Барс деген аккумулятор бар. Барстың да осы алғашқы ойындарында маусым басталған кезде осылай киімдері қалмай дүкенде сондай қиындықтар болған. Ол өте жақсы ғой ол негізі. Киім қалмай жатса демек сауда болып жатыр деген сөз. Бірақ енді қазақстандық командаларда, про хоккей лигасында ойнайтын командаларда ондай жоқ. Әлі ондай деңгейге жетпеді, тек Барс қана. Ондай деңгейге жетпеді. Ондай деңгейге жеткен енді осы Барс пен Қайрат қана болып тұр қазір. Қазақстанда команда. Спорт командалар жайлы айтатын болсақ. Өте әдемі Барстың кепкалары жалпы. Цвет өте әдемі таңдалған. Балаларға да бар екен ар жағында. Кішкентай балаларға. Осылай да болуы тиіс негізі. Мысалы Еуропада көп боламыз ғой. Мысалға олардың енді дүкендері, мысалға миллиондап доллармен табыс әкеліп жатыр. Мысалға Ливерпуль футбол клубының мен фан дүкенінде болдым. Осыдан сәл бір үлкендеу. Бірақ енді оның бір жылдық табысы алып келетін. Ондаған миллион доллар екен. Сол үшін енді тамшыдан теңіз құралады дейді. Әрбір футболдан түскен табыс арқылы, ақша арқылы да қыруар қаражат табуға болады. Енді Барс әрбір апта сайын ойнайды. Бір аптада 3 рет ойнайды. Байқасаңыз, ішінде адамдар әлі де жүреді. Яғни сұраныс бар деген сөз. Качествосы жақсы. Қайрат Йома ғой. Қандай шарттамыз? Барстікін таңдап алыңыз, қолағанызды. Мына жақта бар екен. Қандай шарф алайық? Барстың суреті бейнеленген шарф тағып отырып қазір матч көреміз. Бұйырса енді бүгін жеңеді деп ойлайсыз ғой, Бөкебайды алсақ бар ғой, жеңетін сияқты бар ғой. Сөйтейік, соған сенейік онда. Ырымдап алайық. Сенеміз. Біз қайда келдік? Олжеке, біз енді қазір 6-шы этаждамыз, Барс аренаның. Бұл жерде ойыннан кейін баспасөз мәслихаты өтеді. 2 бапкер келеді. Бұл жерде ерекшелігі футбол, сіз енді футболда ғой көбіне. Бұл жақта пресс-конференция дейміз ғой енді. Баспасөз мәслихаты неде өтеді? Zoom форматында да өтеді. Бүкіл құрлық хоккей лигасындағы барлық журналистер, барлық көре алады, тілшілер. Олжекен екеуміз 6-шы этаждан келіп көріп тұрмыз ойынды. Есеп 2-0, екінші кезең өтіп жатыр. Бүгін енді Барс аренада жанкүйерлер көп емес. Негізі биылғы маусымда Олжеке 2 рет 11 мыңнан аса, өзі 12 мыңдық қой Барс арена. 2 рет 11 мыңнан аса 12 мыңға жақын жанкүйерлер жиналған. Бүгін енді жұмыс күні ғой, содан енді Астана тұрғындарының көбісі жұмыстан шығып үлгеріп келе алмаған ғой. Ондай. Демалыс күндері солдау болатыны шамамен түсінікті болып тұр.
жартысы толып тұр. Мына 6-дан осылай қараған клубтың басшылары болды, иелері. Сондай сияқты бір ощущение береді екен осылай қарап. Жоғарыдан қарап тұрған ба? Ойнаңдар деген сияқты. Енді қазір есеп 2-0. Андрей Шутов қақпасына әлі гол жіберген жоқ. Осы орайда енді қызық болсын біздің влогты қарап жатқан жанкүйерлерге, көрермендерге. Андрей Шутов гол жібере ма, жібермей ма, қалай ойлайсыз? Бәстесек енді қазір енді екінші кезең өтуде, уақыт көп әлі, есеп 2-0. Дегенмен бұл хоккей ғой. Бұл хоккейде екі жақта гол соғатын ойындар шамамен енді хоккейдің 90%-ында ондай нәтижелер келеді, екі жақта гол соғады. Қазір енді сондықтан енді гол соғатын шығар деп отырмын мен қонақтар, бірақ енді Барыс жеңіске жетуі тиіс. Сонда сен мен гол соқпайды деп айтамын. Я биылғы маусымда Адмиралмен қарсы ойында 3-0 жеңді. Сол кезде бірақ Андрей Шутов емес, Адам Шил деген екінші қақпашы бар Барыста. Сол тұрды, сол кезде 60 минут қақпасын құрғақ ұстаған. Сосын енді Андрей Шутовта да болды, бірақ Булиттер сериясында жеңілген кезде болды, дәл осы Сібірге қарсы. Енді осы орайда мен гол жібермейді деймін тағы да Сібірге қарсы. Онда осы бәстесек. Осы ютубтағы шығарылымның влогтың астына кім комментарий жазады, соны комментарий кімдікі көбі лайк жинайды. Соған егер сіз жеңсеңіз мен сыйлық беремін, мен жеңсем сіз сыйлық бересіз. Қарсы емессіз ба? Қандай сыйлық бересіз? Енді қанша лайк жинайды соған байланысты. Лайктар 100 мың емес, 100-ден асатын болса енді ақшалай сыйлық берген дұрыс шығар. Жоқ, одан естелікке андай футболдың жейдесі болса, хоккейдің жерсиі болса. Хоккейге келіп тұрып қой, менде енді Абат Айымбетовтің жейдесі бар енді, оны қазір хоккей жанкүйерлеріне берген дұрыс болмайтын шығар енді, футбол жанкүйерлері кешірмей қоятын шығар мен. Осы Барыстың бір жерсиін алып берейік онда. Егер оның löpілі 100-ден емес 200-ден астын деп сондай бір шарт қояйық. 200-ден астын міндетті түрде. 100 деген жинап алып қазір өте қиын. Трецке жазып жиналайын деп тұрып отыр. Мен де онда жерси алып беремін, иә? Екеуміз де жерси алып береміз, иә, болды онда. Келістік сізбен. Екеуміз сонда ортадан шығарып жерси алып береміз ба? Жоқ, енді сіз жеңсеңіз мен алып беремін, мен жеңсем сіз алып бересіз. Қонақты шақырып алып, жерси сатып алғысы маған қалай болады екен? Сібірге жанкүйер болу керек болып тұр, бір гол соқсын. Иә, бір гол соқсын деп. 5 гол соқсын олар, бір гол соқсын енді. Болды, иә. 5-1 де болады негізі. Жақсы есеп негізі. Көреміз иә қазір, енді ғана екінші кезеңнің 5 минуты қалды. Адмиралда Шестаков, мынау бізде Барыста қақпашы бар, жас бала. Шестаков деген екеуі сол ағалы інілер. Шестаков баяғы ол кім? Намат ойнаған? Иә. Мен Намат ойындарын жүргізгенмін. Сол қазір Адмиралда көшбасшы ойыншылардың бірі. Мен бір өте қызық айтайын, оқиға. Бейбарыс бар ғой? Иә, Атыраудікі. Оразов. Бейбарыс Ораз па? Мен команданы айтып жатырмын десем, Наматтан кейін. Командада бар, ойыншыда бар Бейбарыс деген. Иә, Бейбарыс Ораз. Оразов Астана сапында жүрген кезінде мен жүргізген ойындарын. Ол бүгін құрамда жоқ. Ол бүгін Наматта ойнады. Ол негізі кішкене шеттетіп жатыр ғой деймін командадан, ә? Білмеймін, маусымның басында негізі ойнаған. Ораз, Оспанов дегендер. Енді маусымның соңында негізгі бестікте болды ғой, бірінші бестікте. Иә. Енді өткен маусымда тек қана қазақстандық ойыншылар ойнады ғой. Иә. Сол Бейбарыстың жалпы осылай бір скачок жасаған көз алдыңызда болды ма? Енді өзіңіз қозғап жатсыз қазір осы кезде. Сіздің ойыңыз қандай? Мынау жанкүйерлердің арасында көп деген екі ойлы болып жатыр да. Шетелден легионер ойыншылар алып келу, қазақстандық ойыншылардың Барысқа жолын, Құрылық хоккей лигасына жолын жауып жатыр. Ұлттық құраманың деңгейін төмендетеді бұл деп айтып жатыр. Біреулер айтады, тәжірибе дейді. Байланысты бізде заң шықты ғой енді білесіздер. Келесі жылдан бастап енді ол заң күшіне енеді. Қателеспесем, келесі жылдан бастап енді сол заң күшіне енетін болса, біздің жігіттерге өзіміздің мүмкіндік болатын шығар деп отырмын. Футболда да болсын, хоккейде де болсын, ойналу керек қой. Қазақ балалардың көп ойнап жүргені негізі бізді шыны керек, оны жасырып айтайымыз, ол қуантады. Хоккей дегенде қазақтың оң жамбасына келмейтін спорт қой. Енді ешкім елестетпейді ғой қазақ бала хоккейші. Оны Жайлауов кезінде ойнаған кезде сол жалғыз қазақ болды, хоккейді көре бастадық қой сол кезде. Енді қазір қарайтын болсақ, құрамда қазақтар өте көп. Талғат Жайлауов қазір бас бапкердің көмекшісі қызметін атқарып жүр. Асетов бар, бұл жерде енді жаңағы Бейбарысты айтып жатырмыз ораз. Адыл Бекетаев, Самат Данияр. Көп негізі. Жақсы, сондай жігіттер көбейгені жақсы. Меніңше Барыстың қазір жастар құрамында өте көп, қазақ жігіттер. Иә, қазақ жігіттер жеткілікті. Барыс жас бар еді ғой, қазір бар ма жоқ па ол? Барыс жас. Жастар хоккей лигасында бар Барыс командасы. Жастар бар.
Ол жақта бірінші орында келатыр. Про хоккей лигасында Намат бірінші орында келатыр. Өйткені сол барыс жаста ойнаған көп балдардың қазір енді Америка құрама штаттарына кетіп қалғанын білемін мен. Сол жақтағы әртүрлі лигаларда ойнайтын студенттік лигалар ғой енді. Кейбір енді снежный барсқа қайтып келіп жатыр ғой. Иә. МХЛ-ға. Бір жағынан мен сол күтіп жүрмін негізі. Солардың көтерілген. МХЛ-ға бар ойнайтын бірінші қазақ кім болады дейді. Қатты сондай бір 2-3 жылда барып қалады ау деген ой бар. 2-3 жылда бармаса да алда 5 жылда анық біреу бару керек қой. Ол жақта Бексұлтан Мақыш деген бала бар қазір ойнап жүр. Команда ауыстырып дейді жағында. Сол жігіттен енді үміт күтіп отырсыз ғой. үміт күтіп отырмын сол. МХЛ-да ойнап береді-ау деп. Жалпы негізі Барыстың мынау легионер ойыншыларына қаржыны серіктес бөледі деп айтады. Үкіметтен бөлмейді. Иә, бұл енді сол жаңа заң аясында солай болуы тиіс қой. Жеке спонсорлардың Былтырғы маусымнан бастап. Арқасынан, иә, осылай төленеді. Енді бұл енді Барыс деген бәрі бізде Астана футбол клубы секілді, Астана баскетбол клубы секілді, Астана протеин бар еді, сол президенттің жанынан құрылған не ғой, спорттық ұйым ғой. Солай қаржыландыратын кезінде, ой, тамаша шабу. Тамаша шабудың өзі кейде осылай. Гол болмай жүр, гол ойнамай жүр. Ансар Шайхмеденов, иә? Кім бар тағы? Ансар Шайхмеденов. Танымай атым үстіне нөмірден көре алмаймын. Логвин. Иә, Шайхмеденов, Логвин. Ал Тайс Томсон деген 9-шы нөмірде. Қызуғанды жігіт. Құрамда алып көреді, мен негізі көрмеймін ғой, хоккей түсінікті бағалыда жүргізгенмен қазір. Жанкүйлердің арасына барайық, сол жерден алып алайық құрамда. Сол жерде бар. Әзірге 2-0, әзірге сенің мәсінен алады. Иә, мен ұтып тұрмын. Сен сан соғып қаласың. Мен енді хоккейді көріп жүрген адам ретінде біліп тұрған сияқтымын. Көрмесең де Тәжірибе ма? екі жақтар болса ғана. Наверное, Барыс ойынның үзіліс кезінде осылай көңіл көтеретін қаттырақ сырым керек, кен наған сырым керек. Дауызыңыз естіліп жатқан жоқ шығар. Қараш, екі перекладина деген сөз ғой. Иә, Барыс үзіліс кезінде осындай ойнауға болады қазір. Қандай краска жағымен. Олжекең екеуміз жарысайық деп жатыр. Әзірше бірде біреу түсірмеді. Біреу түсті. Қонаққа бердік. Елдар Аманбаев, Олжас Байбосын арасындағы жекпе-жекте кім жеңіске жетті? Олжас Байбосын. Олжекең жеңді. Үзіліс кезінде тамақ ішіп алуға болады. Келіп, жанкүйерлер ашып болмайды. Емес те тамақ ішуге болады. Жоқ, негізі үзіліс кезінде ғана. Ойын барысында ойынды тамашалау керек. Үшінші периодқа келдік, үшінші кезеңге. Есеп 3-3. Барыс және Сібір. Әзірше тең нәтижеде. Ойын тамаша. Екінші жарыс кезінде кептеліп, 3-3 кезінде келдік. Сен айтпақшы, не болды, қозғалдық сен? Иә, енді мен ең көп лайк көп жинаған комментарийге жерсе алып беремін. Лайк, басқа. Анау Барыстың фанаттары күшті. Құдай қайда отыр. Ол кеткен сияқты. Жоқ. Стоит. Реакцияңдай болды да, бір не уверен уже. Гол соқты кеткен. Ну что ж, уважаемые болельщики, время для подарка по спонсору нашего матча компании ЦЦМ Казахстан. Барыстың құрамын қарап қазір бұрын енді жастар лигасын жүргіздім ғой. Сол кездегі ойыншылар есіме түскен отыр ғой, бірнешеу. Кімдер есіңізге түседі? Маған қазір мынау Семен Симонов негізгі бестікте екен ғой, негізгі пятеркада. Жақсы. Биыл 3 шайба соқты. Иә, тамаша. Бүгін ассист
ассистент болып отыр, хоккей депрессері. Екі ассистент бар қазір. Болмай қалды. Кирилл Савицкий ол енді екінші бесікте, ол бұрыннан келе жатқан. Қазір капитан ол Роман Старченко. Радик Бекетаев, Өміртаев, Старченко енді бұл кісілерін бар берді ғой, бұл құрамаға да үшінші бесікте. Старченко неге тартқан емес пе? Жарақатына байланысты маусымның басында ойнаған жоқ. Содан кейін жаңа бапкерге қайтадан капитан таңдады деген команда Кирилл Савицкий таңдаған. Аңсар Шайахметденов бұл да сол жастар лигасына келген Гайтамиров екеуі тамерлар. Жақсы негізі Қазақстан құрамасының ойыншылары көп. Екі канадалық, америкалық ойыншылар бар екен. Мына жерде МТЛ көрген жігіттер қазір жеңісті шығарып кету керек екен. Көрейік, сенейік. Ойынның негізгі уақыты аяқталды. Есеп 3-3, овертайм. Міне қазір осы жерде 3-2 қазір шамамен болады. Эмоцияны түсірсең болады қазір. Өйткені удаление алды. Соғысының еңбектерімен тоқтатқан үшін шайбен нөмірі 73 ойыншы Владимир Бутузов жасалында Сібір командасы. Барынша қазір қадат ету керек мына жерде. Оңға қарай. Негізі шешіп тастау керек осы жерде қазір. Созып отыратын уақыты жоқ бұның. 4-2 ойнап жатырмыз, бір кісі көп бізде. Буллетті кімдер Симоновқа берсе деп отырмын енді қазір. Бірақ енді Уальш дегендер, Вечиона дегендер бар ғой, Моррелли дегендер орындайтын шығар енді. Көреміз. Жоқ, ішке шейін ғой. Бәрін дұрыс істеді да. Соңында қателес демек, бәрін дұрыс істемеді деген сөз. Жатшы! Тамаша! Бұлар енді бұл жерде қақпашылардың ерлейтін кезі ғой. Шутов! Жарап тұр қазір, бірақ ойыншылар соғу керек, мынау үшінші күрек кім шықты қазір? Давай, Өміртаев! Ай, молодец! Болмады. Закончился хоккейный матч. Со счетом 4-3 победила команда «Сибирь». Ойын аяқталды, енді Барыс командасы өкінішке орай жеңілді. Жеңілгенді жер көтереді дейді. Енді бұл енді өмірдің өз жеңіс пен жеңілістен тұрады. Бұл хоккейде жеңілгенмен енді келесі ойын 16-шы қазан күні екен. Сол ойында жеңеміз деп ойлаймыз, Авангардқа қарсы ойын. Келіңіздер, көріңіздер, қолдаңыздар. Қыс ауа райы қазір қыс басталып кетті Астанада. Осы жылы жерде отырып спорттық іс-шараларды көргенге не жетсін. Жанкүйер болайық бірге Барыс командасына. Мен енді өзім 2 жыл хоккей емеген едім, бүгін келдім. Өте сондай бір керемет жылы эмоциялар. Әлі тағы да талай келем хоккейге. Барыс жеңгенше келе берем.